Сәлем достар, бүгін қаттама кейбір жерлерде паттерн деп айтады, соны жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл видеодағыдай ұнға міне бірінші разрыхлитель салдым, және бір қасық сұйық май столовый ложкамен, және сумен осылай қамыр елеп жатырмын. Қараңыздар. Осылай илемізді әбден иін қандырып, пакетке салып, немесе осы табамызбен бетін жауып қойып қоямыз жарты сағатқа. Міне менде иі қанған уже. Дәл осыны енді мен екіге бөлдім. Енді бұны жайып, біреуіне мен қазір көк жуамен жасайтын боламын, ал екіншісін жай ғана жасайтын боламын. Қараңыздар. Мен барлығына бірінші шедре лето деген майды қолданамын. Соны мен ертіп, әбден қайнатамын. Содан кейін бетіндегі майын жағамда, міне дәл осындай. Астындағы өзі суы шығады. Соны мен төгіп тастайтын боламын. Қараңыздар, дәл осылай жағып, міндетті түрде жаққаннан кейін кішкене қойып қоямыз. Бірден ораудың қажеті жоқ, достар. Өйткені кішкене майымыз қату керек. Сонда бізде слоенкасы өте әдемі болып шығады. Сосын дәл осылай орап кесемізді екіге бөліп, оны және тағы да екіге бөліп, дәл осындай төртіне шығарамыз. Сосын осылай орап басатын боламыз үстінен. Қараңыздар, менде майы ағып жатқан жоқ та, өйткені мен оны қатырып алдым. Енді осыны басып, пакетке салып, холодильникке салып қоятын боламын, мұздатқышқа. Енді мен екінші қамырымды жаятын боламын. Қараңыздар, жұқа қылып, мейлінше дәл осындай етіп, әдемі қылып жайып аламыз. Және осыған қалған жаңа сармайымыздың жағып шығамыз. Қараңыздар, менде кішкене тұрған, көрініп тұр сіздерге. Мен бетіндегі ғана майын алып жатырмын, ол еріген, әбден бөлініп шықты суынан. Қазір мен осының барлығын жағып алдым да, суын төгіп тастадым да, қалған барлығын дым қалдырмай көп қылып жағып алдым. Енді осыған дәл осындай бізде қазір көктем, осындай бізде көк жуаларымыз шығып жатыр, свежий, иісі қандай бұрқырап тұрады, өте әдемі. Осыған өйстіп турап, барынша жіңішкелеп, кішкентай қылып, сосын арасына сеуіп шығамыз. Сонан кейін оны орап, дәл бірінші айтқандағыдай кішкене қойып қоямыз. Содан соң барып, кеп кішкене майы қатыңқыраған кезде барып, дәл осылай қылып орап кесіп алатын боламыз. Тура бірінші қамырдағыдай, бірінші зуаланы жайып кестік, тура сондай қылып кесетін боламыз. Осы біздің тестамызды пакетке салып, мұздатқышта, морозильникта біраз сақтауға болады. Қонақ келген кезде аласыда жібітіп, пісіріп алып, дастарханға қоюға болады. Міндетті түрде жасаңыздар, өте әдемі, дәмді болып шығады, достар. Керемет болып шықты менде. Мен балаларым өте сүйсініп, дәмді қылып жеді. Мен осының қамырын мен көпке де пайдалана беремін. Тағы да мен видео салатын боламын ертең, не дайындауға болатынын. Қараңыздар, қандай күшті. Осыны тура біріншідегідей пакетке орап, морозильникке салып қоятын боламыз. Енді мен қатырып алдым уже. Енді осыны жайып, барынша тапаға пісіріп алатын боламын. Достар, немесе духовкаға да пісіріп алуға болады. Мен бірақ тапаға пісіріп алдым. Май құям шамалы, сосын бетін жауып қоюға болады. Мен көрінбей қалдым, мына жерде бетін жауып қойсаңыздар, ол өте пышный болып көтеріліп, әдемі болып шығады. Көрдіңіздер ма? Міне. Мен қатты көп жасамадым.
көрдіңіздер ме, қандай дәмді, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасаңыздар.